Қайырлы күн, кітапсүйер қауым. Бір ел бір кітап республикалық акциясы аясында таңдалған Қабдеш Жұмаділовтің шығармаларының бірі «Тағдыр» романының «Жол торабы» атты тарауын талқылайтын боламыз. Бұл романда Демежан мен Бибінің ауылдағы өмірі, олардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі суреттеледі. Осы жеке тағдырлармен қатар шығармада Тарбағатай өңірінде ел тағдырына әсер еткен тарихи оқиға, шекараның бөлінуі кеңінен баяндалады. Жазушы тарихи мәліметтер, деректерді қара дүрсін баяндау түрінде келтіріп қана қоймаған, соның арғы жағында тұрған азапты халық тағдырын жан жүрегімен сезінген, Демежандай азаматтың ішкі күйзелісін қанатымен су себелеген қарлығаштай іс-әрекетін шеберлікпен өрнектейді. Өз-өзін кінәлап, шекара бөлінісіне қатысып жүргенін, үйіне ұры түскенде өзі қоса тоңасқандай қожанасырдан сезінеді. Дәрменсіз халыққа жаны ашыған азаматтың елі үшін күйзелуі оның биік адамгершілік тұлғасын аша түседі. Шекара сызығы тартылған кезде халық екіге бөлініп, қай елге қарайтынын білмей күйзеліске түседі. Ақшоқыда отырған Диханбай ауылы дәл шекара үстінде қалып, жұрттың қайда қаларын шеше алмай қиналады. Осындай ауыл кезінде Тоқа мен Қойлыбай сияқты ру адамдарының өзара қырсықтығы да жағдайды ушықтырып, ақыры шекара комиссиясы араласып, оларды екі жаққа бөліп көшіреді. Осы арқылы шығармада махаббат, сағыныш және халық басына түскен тарихи тағдыр тоғысы бейнеленеді. Шекара бөлініп, Еженхан иелігінде жер анықталған соң, шәуешек билеушісі Шиямбы қазақтарының арасында ресми сайлау өткізеді. Сайлау барысында аласапыран оқиғалар, тіпті қазақтың аңқаулығына туындаған күлкілі жағдайлар роман оқиғасын қоюландыра түседі. Төрт ауылдың үкірдайы Керімбай өз елінің ақылшысы, алыстағыны болжап, қиырдағыны шалатын сұңғыла жан болса, оның ұлы Демежан тек өз достарын ғана емес, күллі қазақтың қамын жеген азаматтардың бірі болатын. Шығарма желісі сізді қызықтырған болса, Тағдыр романын бірге оқиық.